Малды теппе. Бір күні Мұса Тәңірі тағалаға: «Уа жаратқан, маған пайғамбарлық берерде қай ісімді көбірек ұнаттың?» деп сұрапты. Ұлық Алла былай деп жауап береді: «Мұса, сен Шұғайып пайғамбардың қойын баққаныңда ішінде бір көтерім қой бар еді. Үнемі отардан бөлініп қала беретін. Сен сол қойға сабырмен қарап, оны ұрып соқпайтынсың. Сенен басқалары ол көтерім қойды боқтап боралап қамшының астына алатын. Сен қой екеш қойға да рахым қылдың. Егер де сол қойды тепкеніңде сені пайғамбарлықтан да, патшалықтан да, құт берекеден де мақрұм қалдырар едім». Содан бастап Мұса пайғамбар өз қауымын малды теппеуге шақырады. Малды тепсең ырыс қашады деген түсінік сол кезде пайда болыпты. Қазақ арасындағы малды теппеу, басқа ұрмау, боқтап бораламау ырымдары осы дәстүрдің желісінде шығыпты. Жылқы адамның досы. Хақ тағала адам атаны жәннаттан шығарып, жерге түсірген кезде оны 4 көзі бар қанатты пыраққа мінгізген екен. Адам ата жерге түскенде бойын үрей билейді. Бейтаныс мекен көзіне жат көрінеді. Қорыққаннан пырақтың мойнынан құшақтап алып, оны жібермей қояды. Бірақ пырақтар өз кезегінде қайтадан жәннатқа көтерілуді аңсайды. Сол кезде адам ата аттың қанаттарын қырқып тастайды. Пырақтар не істерін білмей қалады. Сол кезде жаратушыдан әуес келіп, адамның жүрсе қанаты, жау тисе қорғаны бол, адал қызмет ет, деп аттарды жерде қалдырады. Ат амалсыз жерде қалады. Бұрынғы қанатындағы күш қайраты оның аяқтарына ауысады. Бастапқыда ат жерге үйрене алмай, жәннатты аңсап жылай берген екен. Күні түні жылағаннан 4 көзінің екеуі суалып көрмей қалады. Аттың маңдайындағы көзге ұқсас шұңқырлар құрғап қалған жанардың орны екен. Содан бастап ат адамның ажырамас серігіне айналады. Ат ер қанаты деген сөз осыдан қалған екен. Тауық асыра. Мұхаммед пайғамбар миғражда үлкен қоразы көріпті. Ол Жаббар хақты мақтап, мадақтап, зікір айтып тұр екен. Сахар мезгілі жақындағанда жерге түсіп: «Ей момындар, тұрыңдар, зікір айтқан сахарда, хаққа құлдық қылыңдар, нұр таратып жаһанға», деп шақырады екен. Оның дауысын естіп, жер бетіндегі барлық қораздар жұртты оята бастапты. Қораздың сахарда шақырғаны Тәңірді еске алған екен. Ән Хазірет миғраждан келгеннен соң сахабаларына былай дейді: «Тауық асыраңдар, сауабы мол болады. Тауық бар жерге 3 бәле жоламайды. Жын-пердің шәрі келмес, сиқыршының дуасы өтпес, бақсының жыны жетпес», деп насихат айтыпты. Содан бастап мұсылмандар тауық асырауға мән берген екен. Жүрек көзі ашылған әулие адамдарда тауықтың шақырғанын жай ғана дыбыс деп емес, мақұлықтың құлшылығы деп біледі. Оған дәлел Шәкәрім Құдайбердіұлының «Тауық неге шақырар сағат сайын» деп басталатын өлеңі. Кейбір аңыздарда қораз шақырса періштені көреді, қарға қарқылдаса шайтанды көреді деп ырымдайды. 4 түлікті қастерле. Нұх пайғамбар қазығұртқа келіп тоқтағаннан соң, хайуандар мен жәндіктер кемеден шығуға таласа бастайды. Нұх пайғамбар оларға: «Бәріңде шығасыңдар, асықпаңдар. Адамзат үшін аса маңызды 4 түлікті алдымен шығарамын. Олар адамның кисе киімі, ішсе сусыны, жесе тамағы, жатса төсеніші болады», депті. Тағат таппай тыпшырып тұрған жылқы Нұхтың сөзін естіп, есіктің аузына шауып келіпті. Нұх пайғамбар оған: «Тұлпарым, жақсылығыңды адам баласын айы көрме, сенімді серігі бол. Жаратқан ием жаныңа адалдық беріп, тіршілік иесінің қанаты мен жанаты қылсын», деп 2 құлынның жалынан сипап кемеден шығарыпты. Пайғамбардың алақаны тигендіктен аттың жалы жұмсарады. Жылқының жығылған кісіге жалын төсейтін қасиеті содан қалыпты. Жылқыдан соң маңырап қой келіпті. «Құтпандарым-ай,
алаңнан аулақ боп басыңа топалаң келмесін деп оларды да өріске жібереді. Содан болар атамыз қазақ қойдың ішінде құтпанды ерекше бағалайды. Үшінші маң-маң басып түйе жетіпті. Пайғамбар түйеге: пай-пай, жампозым-ай, артыңнан сарып келсе де асқар емессің-ау, сірә ботаңды ұзақ көтерерсің, келең көбейіп матауың кең болсын деп шудасынан сипайды да кемеден шығарады. Содан бастап түйенің шудасына кие бітіпті. Түйе шудасын таптауға болмайды. Түйе үстінен жығылған адамға шудасын төсейді деген сөз де осыдан қалыпты. Нұх төртінші түлікті шығару үшін сиырды іздейді. Ол кеменің бір бұрышында күйсеп жатыр екен. Пайғамбар оған: ей, тыңшыларым-ау, бұл жатсын қалай, қанеки шық деп шақырыпты. Еспеген сыңай танытып, сиыр күйсеп жата береді. Өзін тыңдамағаны ренжіген Нұх пайғамбар: өй, саған не болған? Қане тұр деп мүйізінен тартып тұрғызады. Сиыр орнынан еріне тұрып, әрең қозғалып есікке беттейді. Нұх сиырдың желінін ұстап: бір сөзді екі рет айтқыздың, жем-жеп күйіс қайыруың ұзаққа созылар депті. Нұхтың қолы тигендіктен сиырдың желініне береке бітіпті. Оның мүйізінен тартып тұрғызғандықтан мүйізі қатты болыпты. Сиыр жығылған кісіге мүйізін төсейді деген сөз осыдан қалыпты. Қазақта сиырдың мүйізінен қатты ұстауға болмайды деп ырым етеді. Сиыр шамданып, сүт азаяды дегенге сенеді. Құмырсқаға тиіспе. Қазақ халқы құмырсқаға құрметпен қарайтын болғандықтан, оны жөнсіз өлтіруге болмайды деп санайды. Себебі құмырсқа діни аңыздарда Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасуға жәрдемдескен екен. Нұх пайғамбар кеме жасы болғаннан соң Тәңірден: уа Тәңірім, мынандай алып кемеге мұншалықты көп азықты қалай жинаймын деп сұрайды. Ұлық Алла былай деп жауап береді: құлым, сен қам жеме, мен шебер құдаймын, кемең ертең азыққа толады дейді. Ертесіне қисапсыз құмырсқалар аузына бір-бір дәнен тістеп кемеге астық тасиды. Нұх пайғамбар оларға риза болғандықтан құмырсқа кемеге бірінші болып кіреді. Жүсіп пайғамбар 8 жыл зынданда жатқанда аштан өлу қаупі туады. Сонда Құдайдың әмірімен құмырсқалар азық тасып Жүсіпті асырайды. Жүсіп пайғамбар оларға риза болып: илеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін деп бата береді. Содан бастап қазақ арасында құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды деген ырым қалыпты деседі. Тағы бір аңызда құмырсқа Сүлеймен пайғамбарға ақыл кеңес беріпті. Бірде Сүлеймен құмырсқаға қонақ болады. Үйіне қайтқалы жатқанда Мәзере құмырсқа былай дейді: Сүлеймен, саған менің бір қолқам бар, дейді құмырсқа. Құлағым сенде, айта бер. Біз кішкентай болғандықтан адамның аяғының астында қалып өліп қалып жатамыз. Бұдан былай әскерін қызыл жалау ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде тапталмас үшін біз жол беріп қашайық депті. Дегенің болсын деп Сүлеймен пайғамбар құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әлге дейін қызыл жалау көрсе індеріне қашады екен. Сондықтан да бағбандар бау-бақшаға құмырсқа қаптап кетсе қызыл шүберек байлап қояды. Оны көрген құрт құмырсқа дереу індеріне тығылып бақшаға жоламайды екен. Кейбір кісілер үйлерін құмырсқа басып кеткенде дәрі шашып оларды қырмайды. Керісінше бөлмеге қызыл матадан жасалған майда жалауларды қадап шығады. Туларды көрген жәндіктер аз уақытта өздері көзден ғайып болады екен. Дәуітке тиіспе. Дәуіттің тұсында Ғайдуна деген қаланы ордалы жылан басады. Олардың көптігі сондай, күрек басындай жерге 10 жылан сияды екен. Қарсы келген адамға атылып бет қаратпапты. Күресуге дәрмені қалмаған патша ақсақалдарды жинап олармен кеңеседі. Қариялардың бірі былай дейді: Дәуіт пайғамбардан көмек сұрайық, Тәңірге тілегімізді жеткізіп мына пәледен құтқарсын дейді. Оның сөзін бәрі қоштайды. Сөйтіп Дәуітке хабаршы жібереді. Бұл кезде
Дәуіт пайғамбар Мақпар тауында ұста болып қызмет етеді. Хабаршы ел тілегін айтып көмек сұрайды. Дәуіт кеудесінен бір түйме үзіп алады. Оны төске қойып, балғамен 3 рет оны ұрады. Түймесі сол кезде жәндікке айналады. Оны хабаршыға беріп, қалаға кіргенде босат, жыланды қуып шығады, дейді. Халқы Дәуітті күтіп отырады. Хабаршыны көріп, олар былай дейді: Дәуіт қайда? Деп сұрасады. Жігіт жәндікті көрсетіп, міне, дейді. Жәндік секіріп түсіп, жыландарымен айқасқа түседі. Қылыш қолымен жыланның көзін ойып, қаладан қуып шығады. Ерлігіне риза болған ел оны Дәуіттің жәндігі деп атап кетеді. Оған қасиетті киелі деп құрмет көрсетеді. Үйге Дәуіт келсе, пәле-жала есіктен кетеді, құт төбеден келеді, дейді. Дәуіт бар жерде жылан жүрмейді. Дәуітті жер тәуір жер. Дәуіт көзінен айырылар жылан кездеседі. Дәуітті тәу еткен құр қалмас деген тәмсіл сөздер осыдан қалыпты.